Сайын Шапағатов мектеп-гимназиясы. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Сүбалиева Балым Маралбекқызы. 6 А сынып оқушылары. Пәні қазақ тілі. Жаңа сабағымыздың тақырыбы Наурыздағы бата тілектер. Сабақ мақсаты көркем сөйлеу мен ауызекі сөйлеуге оқушылардың назарын аударту, Наурыз мерекесінің мағынасын ұғындыру. Сәлематсыңдар ма балалар? Қалдарың қалай? Балалар, Наурыз сөзі парсы тілінен шыққан, яғни жаңа күн деген мағынаны білдіреді. 6 ай қыстан кейін көктемнің алғашқы айы Наурыз айы, жыл басы. Күн мен түн теңеліп, жер анамыз оянып, ағаштар бүршік атып, барлық тіршілік иелері өз тіршіліктерін бастайды. Онсыз да қонақжай қазақ Наурыз күні қабақ шытқан емес. Қазан толтырып 7 түрлі дәмнен Наурыз көже дайындап, көрші қолаң, ағайын бауыр, бір-біріне қонақ болып, кеңшілік басы, ырыс алды, молшылық жолы осы Наурыз көжеден бастау алатындай. Наурыз көктем мен еңбектің, достық пен бірліктің мерекесі болумен қатар, халқымыздың салт дәстүрін құрметтеп, ұлттық қасиетімізді бойына сіңіріп, жән жақты дамыған өнегелі өнерлі азамат тәрбиелейтін ұлттық мерекеміз. Наурыз мерекесінде Наурыз батасының орны ерекше балалар. Бұл күні жасы кішілер үлкендерге сәлем бере барып, ақсақалдардың батасын алған. Балалар, біле білсеңдер, Наурыз мерекесінде мал соймаған, жалпы қан шығармаған, өсер төлге, көбейер түлікке кесірі тиеді. Мал басы кемейді деген тыйым бар. Бұны мен сендерге не үшін айтып отырмын? Малсыз қазағымның күні болған ба? Сол малын сақтау үшін қысқы аязда, ызғырық боранда бейнет шегіп, еңбек сіңіріп, малмен бірге жатып, малмен бірге тұрып, малмен бірге жүріп, бірге ығып, қыста қандай қысылса, жазда сондай жазылады. Шаруашыл, еңбекшіл қазақ қыстың өткеніне, жаздың жеткеніне қалайша өзгелерден артық қуанбасын. Жаздың басы жаңа күн, Наурызды қалай мереке етпесін? Қазақ халқының Наурыз мерекесіне өте сақтықпен қарағаны бар. Наурыздың бірінші күнінде кір жумаған, жолға шықпай құрылыс бастамаған, іс тікпеген, аңға шығып мылтық атпаған, саятшылық жасап құс салмаған, қақпан тұзақ құрмаған. Өйткені бұл тіршілік әлемінің тойы болған балалар. Балалар, қазақ халқы салт дәстүрге өте бай халық. Салт дәстүріміздің барлығын осы Наурыз мерекесінен көруге болады екен. 6 бақан, 6 қанат қазақтың ағаш үйі. Наурызға пісірілген 7 түрлі тағамнан Наурыз көжесі. Үйді аралап, кіші буын аға буынға көрісіп, амандық саулық сұрасқан, ренжіген ренішін ұмытқан. Шашпау тағып, сыңғыр үнімен ерке мінезді қыздар, тепсе темір үзген қазақтың жігіттері, ақ орамал қос етекті келіні, ақ кимешек киген асыл әжелеріміз, кішіге ақ жүрегімен бата берген ақсақал аталарымыз тағы бар. Міне, қазақтың салт дәстүрі тұнған көктемнің алғашқы Наурыз айы осылай басталып, айналасына шуағын шашқан. Осы көріністі көріп, қазақ болып туғаныңа қуанып та кетесің. Ал енді балалар, бүгінгі сабаққа байланысты түсіндірген мәліметімнен көп деген ақпарат алдыңдар деп ойлаймын. Алдыңғы сабақпен байланыстыра отыра, естеріңе түсіре отыра, қазақ тілі кітабының 156 бетіндегі 4 тапсырма бойынша, яғни оқылым мәтінінен үстеулерді тауып, мағыналық түрлерін ажыратамыз. Және де қосымша тапсырма бергелі отырмын. Достарыңды Наурыз мерекесімен құттықтау хат жазасыңдар. Және де байқасаңыздар балалар, сабақтың соңында сұрақтар тұр. 5 сұрақтан құралады. Міне, осыларға жауаптар дайындап, маған үй тапсырмасына дайындыққа кірісіңіздер. Оқушылар, назарларыңызға көптеген рахмет.